Қайырлы күн, Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Сіздер түскі форматты көріп отырсыздар. Студияда Әлия Текенова. Бүгінде отбасының берекесін кетіргендердің 92%-ға жуығы жауапқа тартылады. Заңға өзгеріс енгізгелі бері әйелдеріне күн көрсетпейтіндердің қатары 3 есе көбейген. Бұл нені аңғартады? Жазаны күшейту, тұрмыстық зорлық, зомбылық санын азайта ма? Осы мәселеге қатысты дау көп. Жалпы осы жапа шегетін әйелдерді кінәлайтындар жеткілікті. Бүгін біз сала сарапшыларымен осы мәселені талқылаймыз. Құрметті көрермен, егер айтарыңыз болса, экранның төменгі жағында көрсетілген 8-700-900-40-40 нөміріне хабарласып, тікелей эфирге қосылу мүмкіндігі бар. Немесе осы нөмірге WhatsApp арқылы сұрақ жолдай аласыз. Сонымен қатар біздің Telegram арнасына да сұрақ жолдау мүмкіндігі бар. Telegram арнасының төменгі жағына сіздер арнайы сауалнамаға дауыс бергеннен кейін өз сұрақтарыңызды немесе пікірлеріңізді жазып қалдыра аласыздар. Біз эфир барысында оны міндетті түрде оқып, я болмаса егер сұрақтарыңыз болса, сала сарапшыларынан оған жауап алуға тырысамыз. Енді шамалы біз осы тақырыпқа қатысты статистикалық деректермен таныстыра кетейік, экранға назар аударыңыздар. Сонымен тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны бойынша Ішкі істер министрлігі ұсынған деректер. Бір жылда орта есеппен 100 мыңнан аса арыз түседі екен. Жалпы былтырғы жылдың көрсеткіші бойынша 93 әйел азамат қайтыс болған, қылмыстық іс қозғалған жалпы дерек 794. Енді шыны керек, елімізде соңғы жылдары тұрмыстық зорлық-зомбылық дерегі көбейіп барады. Мәселен, Павлодардағы әйелдерге арналған дағдарыс орталығына жыл басынан бері 93 анай келіп, арнайы көмек сұраған екен. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Ең сорақысы күйеуінен зәбір көретін әйелдердің басым бөлігі көп балалы аналар. Солардың бірімен біздің аймақтағы тілшіміз тілдесіп қайтқан еді. Біздің осы Керекудегі тілшіміз арнайы сюжет әзірлеген. Қазір ол эфирге дайындық үстінде. Сәлден соң талқылау барысында біз міндетті түрде жолдастарынан зәбір көріп жатқан азаматтардың жағдайын көрсетеміз. Сондықтан құрметті көрермен, назарыңыз Атамекен бизнес арнасында болсын. Жалпы жаңа ғана айтып өттім, Telegram арнасында да біз арнайы сауалнама жарияладық. Соған дауыс беріңіздер және төменгі жағына өз пікірлеріңізді, я болмаса сұрақтарыңызды жазып қалдырыңыздар. Telegram арнасында біз мынадай сауал жолдадық. Отбасының берекесін кетіргендер қатаң жазаланса, тұрмыстық зорлық, зомбылық деректері азая ма? Жазаны күшейтпесе болмайды. Бұл жауап нұсқасын таңдағандар біздің көрермендеріміздің біраз бөлігін құрайды. Нақтылыға айтсақ, 44%-на тең. Жоқ, бізде мұндай жағдайда ешкім жария етіп арыздана қоймайды, яғни ұят деп санайтындар көп. Бұл біздің респонденттердің 36%-на тең. Ал 18% болса білмеймін, бұл істің әуресі көп сияқты дейді. Шын мәнінде де біз парламентте тыңдауларға да назар аудардық. Шын мәнінде дәл осы мәселені шешуге қатысты біраз сұрақтар бар сияқты. Құрметті көрермендер, сондықтан барынша белсенді болуларыңызды және біздің әлеуметтік желідегі сіздерге арналған парақшаларға жазып, хабарласып, телефон шалып, сол мүмкіндікті жіберіп алмауларыңызды сұраймын. Енді мен осы тақырыптың талқылануына атсалысатын азаматтармен сіздерді таныстырып өтейін. Жаңа ғана айтқан сюжетті біз сәлден соң міндетті түрде көрсетеміз. Бүгін біздің студиямызға осы тақырыпты талқылау үшін келіп отырған азаматтар ол Серік Беркамалов, Астана қаласындағы заңгерлер одағының төрағасы, және Салтанат Тұрсынбекова, адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың басшысы, президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары. Skype арқылы байланысқа шығып тұрған Ақмарал Серікбаева, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі. Гүлшара Сапарова, Жансая дағдарыс орталығының заңгері. Құрметті азаматтар, студиямызға арнайы келгендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Енді ең алдымен Салтанат Бархатқызы сізді сөйлетсек, парламенттегі тыңдауларға, талқылауларға қатыстыңыз. Жалпы сіздің жеке пікіріңіз осы мына жазаны қатаңдату мәселені шешуге мүмкіндік бере ме? Жалпы қай қылмыс болса да, криминализация деп жатамыз. Жазаны қатаңдату мәселесіне келгенде зерттеулер жүргізу керек. Сонымен қатар, мынау тек
құзырлы органдардың емес, олардың жұмысына сай келеді ма, сай келмейді ма. Біріншіден ғалымдардың, мынау құқық қорғау құқықтанушылардың пікірлерін тыңдап, практика жүзінде бүгінгі күні осы бапты өзгерту керек па, керек емес па деген сұрақпен бәріміз ойлануымыз керек. Сол сұраққа енді қылмысқа келетін болсақ, осы кейінгі 5 емес 10 жыл деп айтсақ та болады. Жалпы мына тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу заңы 2009 жылы қабылданып, қол қойылып, 2010 жылдан бастап жұмыс істеуде. Сол жылдар бойынша, міне 13 жылдың ішінде, егер біз динамикасын осы қылмыстардың, құқық бұзушылықтың, әкімшілік қылмыстардың жаңағы динамикасына қарайтын болсақ, өкінішке орай оның төмендегені көрінбейді. Енді криминализацияға келген кезде бір 3 негіз бар. Оның ішінде біріншісі ол қоғамдық өте қауіп төндіретін қылмыс болу керек. Енді менің ойымша, бұл қылмыс үйде, жабық жерде, енді қылмыс жасайтын адамнан күші аз адамға жасалғаннан кейін, ол қария болады ма, сәби бала болады ма. Міне кеше ғана 4 жасар баладай Алматыдағы өз өгей әкесінен қайтыс болған. Жоқ, ол әйел болады ма? Бұл жерде ер азамат пен әйелді бөлуге болмайды. Алайда 90% барлық өтініштердің талдауындағы 90% әйелдерге қарсы жасалады. Сол үшін көбінесе мынау алдын алу, жаңағы әйелдер жөніндегі ұлттық комиссия деп сол үшін айтылатын шығар. Бірақ бұл жерде ер азаматтардың мүдделері қорғалмайды деген әңгіме болмау керек. Әрине. Міне осы жерде үй ішінде, жабық жерде, психологиялық түрде мүдделі, экономикалық түрде мұқтаж адамға жасалған кезде ол аса қаупі одан да аса түседі. Екіншіден, бұл қылмыс өте қатты орын алу керек. Статистикаға қарайтын болсақ, 10 жылда расында да бұл өте қатты дамыған қылмыс болып тұр. Ал үшіншіден, бүгінгі қолданыстағы заңды түрдегі практика түрдегі істер, жаңағы заңнамаларымыз осы қылмыспен соған күші жетпейтін болу керек. Енді былай алып қарағанда, расында да бүгін неше жылдан бері бір өзгерістерді кіргізіп жатырмыз. Өкінішке орай қылмыстың саны азайып, мынау әлеуметтік желілерді қарасақ та, жоқ, жағдай түзелді. Міне қазір біз өзімізді қауіпсіз санаймыз деген әлі күнге дейін өкінішке орай ондай пікір жоқ. Сол себепті, бірақ екінші жағында таразға салуымыз керек. Егер де біз мен өзім жалпы әйелдердің колонияларын бәрін аралап, жеке сұхбаттасып, сол кісілермен, сотталған әйелдермен барған кезде, мынау тюремный субкультура дейміз ғой. Сол жабық орындағы отырған сотталған адамдардың психологиясы бірден түзеліп кетеді деп сене алмаймын. Сол үшін мүмкін екінші жағынан енді бұл ескерту ғой. Оның түпкі біздің күтетін мақсатымыз неде? Ол ендігіде сол адамды осындай қылмысқа жіберуден аяқ тарту. Мысалы, қылмысты қазір қатаңдату дегенде біз не үміттенеміз, не күтеміз? Біз ендігіде сол адам қорқып, кішкене өзін ұстап, мен осындай қылмысқа екінші рет баратын болсам, жалпы осындай қылмысқа кім баратын болса, ол сол қылмыстан өзін ұстау керек. Мысалы, мынау жол тәртібін сақтау бойынша біз қатаңдаттық. Жаңағы жануарларды ату бойынша қатаңдаттық. Көп қылмыстарда қатаңдаттық. Сіздің ойыңызша осындай бір жазаны қатаңдату белгілі бір дәрежеде алдын алуға, басқа адамдардың ойлануына себеп болса екен дейсіз ғой, иә? Кішкене болса да ойланар еді. Сол себепті біз ойлаймыз, мысалы, енді қылмыстық кодексте коррупцияға қарсы, жемқорлыққа қарсы қанша бізде баптар бар, иә? Біз солардан енді еліміздің бәрі қылмыскер болып кетеді деп қорықпаймыз ғой. 99-шы бап бар. Ол жерде жаңағыдай адамды өлтіру. Енді егердем адам өзінің отбасында жанжал шығармастан, біреуге қол көтермей жүрсе, ол қылмыстық кодексте болған күнде де ол
жаңағы біздің ер азаматтар бола ма, кім болса да міндетті түрде сотталып кететін деген әңгіме емес. Бірақ сонымен бірге енді менің өзімнің осы неше жылдан бері жұмыс істеп сол заңдардың басқасында жүргенім, ол профилактиканы күшейту керек. Әрине. Тек қатаңдатумен біз мәселені шеше алмаймыз. Біз сол қатаңдатуға дейін жеткізбеуіміз керек. Мемлекеттің де, міне қазіргі отбасылық ұлттық комиссияның да президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат туралы ұлттық комиссияның да негізгі мақсаты бар күшін салып профилактикаға алдын алу жұмыстарын күшейту керек. Менің енді ойымша қазіргі ішкі істер министрлігінің де негізгі бағыты осы жерде. Бірақ ол жұмыста әлі керекті деңгейде өзі іске асқан жоқ. Сол заңның өзіне біз қазір мынау адамдар құқықтары жөніндегі офисте арнайы талдау жүргізіп жатырмыз. Сол талдаудың барысында заңнамаға бірқатар өзгерістерді кіргізу талап етеді. Естеріңізде болса, сол 2018 жылы бір шулы болып, сол заң кіріп, парламентте қаралып, ол да бір теріс қайтарылды. Оның ішінде өте көп ішкі құзырлы органдармен келісіп, бірқатар қорғаушылармен бірге талдап, кәдімгі әр бабына назар аударып істелінген заң жобасы болатын. Мен ойлаймын, сол заң жобасы жалпы өте орынды болатын. Бұл жерде негізгі мынау әлеуметтік саладағы атқарушы жергілікті органдар тікелей осыған қатысты. Одан кейін біз айтамыз, жаңағы біздің халықтың құқықтық білімі, сауаты төмен деп. Ондай болатын болса, Әділет министрлігі өзінің жергілікті департаменттерімен осы жұмысты үйлестіру бойынша профилактиканың бір субъекті болып табылу керек. Ол заңда жоқ. Мәдениет, спорт, отбасындағы... Яғни, сіздің айтқыңыз келіп тұрғаны бұл кешенді мәселе, жан-жақты қарастыру керек, бір ғана... Онсыз шешілмейді. Бір ғана бағытқа қарай күш салу мәселені түбегейлі шешуге... Қараңызшы, осыдан 4-5 жыл алдын ба біз балдарға қатыстық, жыныстық қол түйіспеушілігіне қатысты заңдардың бәрін қатаңдаттық. Бірақ алдын алу жұмыстары қалып қойды. Сол кезде әлі күнге дейін біз енді осындай бір сорақ жағдайларға куәгер болып отырмыз, өкінішке орай. Сол үшін мынау қатаңдату мәселесімен бірдей профилактиканы да алып жүру керек. Ол кездегенде гранты болады ма, басқа мәселелер болады ма, ол жерде кәдімгі үлкен бір шиеленген мәселелер бар. Мен ойлаймын, егер осы жақын арада сол мәселелерді заңға енгізіп, соны жергілікті атқару органдарымен бірге отырып шешілетін болса, көп дүниенің алдын алуға болады. Жақсы, көп рахмет. Біздің студиямызда Серік Беркамалов мырза бар, заңгерлер одағының төрағасы. Енді сізде заңдардың жазылуын бәрін қарап қадағалап отырған боларсыз, дәл қазіргі жобада қандай кемшін тұстар бар? Не нәрсе ескерілмей қалды? Енді осы басында Салтанат Барқатқызы айтып кеткен сөзіне толықтай келісемін. Өйткені ең бастысы біз осы криминализация деп отырмыз, яғни жауапкершілікті қатаңдату мәселесі өте маңызды. Бір жағынан профилактиканы әрине ұмытпау керек. Бірақ осы мәселе бұл заң жобасына әлі кірмеген. Өйткені құқық қорғау органдардың қатарынан көп келіспеушілік туындап отыр. Біз осы әкімшілік жауапкершілікпен шектелеміз деп ойлап жатыр. Меніңше осы тұрмыстық зорлық-зомбылық азайту мәселесі бір ең қысқа жолы ол әрине жауапкершілікті қатаңдату. Бірақ бұл жалғыз жол емес, бірнеше сатысы бар, бірнеше жолдар бар, бірақ ең қысқасы сол. Өйткені біз қылмыстық кодекске осы жауапкершілікті енгізсек, менің ойымша бір 40-50%-ға осындай қылмыстар азаяды деп ойлаймын. Өйткені
қылмыстық заңның өзінің превентивтік рөлі деген бар. Яғни қылмыс деп саналса, көп адамдар осы бұзақылық жасап жатқан, зорлық зомбылық жасап жатқан адамдар бұндай әрекетке бармаушы еді. Бүгінгі күнге әкімшілік жазасын қарасаңыз, ескертумен 5-10-15 тәулікке қамаққа, әкімшілік қамаққа отырғызуымен шектеледі. Сонымен шын мәнінде ешқандай жауапкершілік деп айтуға болмайды бұны. Жақсы, енді көрерменге түсінікті болсын. Қандай жаза күтіліп тұрған бір еске салайықшы, соңғы өзгерістер бойынша. Егер отбасыңызды ойран жасайтын болсаңыз, мысалы, ол азамат қандай жауапкершілікке тартылады? Мысалы, тек бір рет қана татуласу мүмкіндігіне ие, мысалы, ер азаматтар егер әйелдерін жәбірлейтін болса. Екінші мәселе ол 5 тәулікке шейін қамауға алынады. Егер ол бірінші рет жағдай болса, қайта жасалған жағдайда 10 тәулікке шейін қамауға алыну көзделген. Ұрып-соғу фактісі бойынша 10 тәулікке қамауға алынады. Қайталанса, ол екеселенеді, әрине 20 тәулікке қамауға көзделген. Денсаулыққа жеңіл зиян келтірген үшін 15 тәулік, егер қайталанса 25 тәулікке шейін қамау жазасы бар. Қалай ойлайсыз, енді осы жаза, әлемдік тәжірибені сіздер жиі ескересіздер ғой, қандай да бір жаза қолданғанда, қаншалықты ауыр немесе жеңіл? Әлемдік тәжірибеге жүгінсек, бұл әрине біздің жауапкершілігіміз өте жеңіл. Өйткені дамыған елдерде мындай, мысалы, ұрып-соғу деген денсаулыққа жеңіл зиян келтіру, ол тек қана қылмыстық іс қозғалып, 30-40-100 күнге дейін қамаққа отырғызу деген жауапкершілікке әкеп соғады. Сондықтан біз бір 4-5 ел шығар, осындай әкімшілік жауапкершілікпен шектеліп отырған. Сіздің ойыңызша, одан сайын қатаңдатса, сонда ғана біздің ер азаматтар мүмкін ойланар дейсіз ғой? Әрине. Сонда сіздің пікіріңізше, бұл егер қайталанса 25 тәулік емес қанша болу керек? Біз, менің ойымша, ең эффективні, тиімді жауапкершілік ол қоғамдық жұмыстарға тарту. Бұл мәселені Салтанат Бархатқызы менің пікірімше талқылауда да айтты. Жаңағыдай қысымды азайту үшін қоғамдық жұмыстарға тарту жағын күшейту керек деп. Осы мәселеге қатысты бұны заңға енгізу мүмкіндігі бар ма? Қандай шешім шығарасыздар? Осы былтырдан бері Конституцияға егер алдын тек қана соттың үкімімен ғана сондай жазаға қосымша жаза тағайындалса, осы биылдан бастап, менің ойымша қазір Әділет министрлігі осыны қарастырып жатыр, әкімшілік кодекске осы жаңа қосымша жаза есебінде қоғамдық жұмысқа тарту мәселесін. Бұл жерде әрине кейде әкімдіктер бізде ондай жұмыс жоқ дейді. Мен ойлаймын, егерде біз жалпы осы мәселеге терең өте бір мұқият қарап, бір осының әсері тиеді, қоғамға керек дүние дейтін болсақ, бұны қашанда реттестіруге болады. Әрине. Енді осымен қоса, жалпы адамның табиғатында, санасында жаңа қылмыс деген нәрсенің өзі, қылмыстық жауапкершілік болады ау деген нәрсенің өзі, ол аяқ тарттырады. Ол, мен ойлаймын, бұның өзінің енді әсері болу керек. Ең болмаса бір 5 жылда соны жалпы бақылауға болады. Мысалы, 16 жылы 17 жылы, 16 жылы декриминализация болды. Соның арасында 1,5 жыл ғана өтті. 1,5 жылда декриминализацияның жаңа қылмыстық кодекстен әкімшілік кодекске өткізгенді біз байқап та үлгермедік. Қаншалықты оның әсері осы жағдайды түзету үшін қаншалықты дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма? 1,5 жыл деген ол еңіп, бәрі осы тәртіпке үйреніп болғанша. Енді әрине жаңағы әкімшілік істі қозғау барысында полиция органдарының айтуы бойынша бұны тез іске асыруға болады 1-2 күннің ішінде. Бірақ енді бәріміздің алдымызда бір мақсат қой. Сол қылмысқа барған адамды түзеу.
Ол 10 күн отырып, 5 күн отырып, не бір ескерту алып, үйіне қайтып келіп, енді көбінесе өзіміз куә болып отырмыз. Егер ол сол қылмысты қайталанатын болса, бізге әкімшілік жауапкершілікке 300 бола ма, 700 бола ма, оның санының пайдасы бар ма? Әрине, жоқ. Егерде оның нәтижесінде сол адам өзін түзеп, дұрыс бағытта үйіне келіп, өзінің қылмыс жасағанын мойындап, заң аясында реттестірмей қол жұмсаса, өлімге дейін, өлім жетімге дейін алып барса, оның пайдасы неде? Сонда біз санымен, міне біз кейінгі 1,5 жылда 1000 болады ма адамды әкімшілік жауапкершілікке тарттық деп айтайық. Бірақ соның артында бір отбасының тағдыры тұр ғой. Әрине. Сонда мысалы, егер ол расында да тиімді болса, онда қылмыс, одан кейінгі жоғары қылмыстар бар. 106-107 қылмыстық кодекстің баптарында көзделген, мысалы, қасақана ауыр жарақат келтіру, қасақана орта дәрежедегі жарақат келтіру. Егер солардың саны азайса, біз айтар едік, иә, мынау әкімшілік жазаның расында да пайдасы бар, өйткені міне осымен шектелгеннен кейін, осы қылмыс, құқық бұзушылыққа барған адамдардың санасына жетіп тоқтағаннан кейін, ана қылмыстардың да саны азайды ғой деп. Ал қарасаңыз, жаңағы әйел өлімі, екіге өсіп жатыр. Әйел өлімі, жаңағы ауыр қылмыс, орта дәрежедегі қылмыс, олар қылмыстық кодексте отыр. Олардың саны өсіп отыр ғой. Ол да бір көрсеткіш, былай қарасаң. Әрине, бүгінде мен түсінем, қазір ішкі істер министрлігі де әрине бүгін осы әкімшілік жазаны көрейік, енді міне шілдеде ғана, 1 шілдеден бастап ол күшіне енді, оны кішкене нәтижесін көрейік, динамикада деп айтылуы мүмкін. Бұл жерде бір ғана мазалы алаңдатады. Соның арасында бір әйелдің тағдырының өзі біз үшін осы тұрған, осы жердегі сараптамашылар болады ма? Бұл үлкен, не десек болады, 89 әйел деп жаңа көрсетіп отыр. Мысалы, енді ол көз жұмып кетті. Ол балдарының махаббатын беріп, кәдімгі налог төлеп, әлде де өзінің елге де, отбасына да, өзіне де қызмет ететін әйел көз жұмды. Оның артында қанша бала жетім қалды? Оны немен өлшеуге болады? Үлкен трагедия, шынымен. Әрине, ол үлкен, өте үлкен қайғы. Сол себепті мен ойлаймын, бұл отбасылық мәселеге келгенде, біреудің өмірі не қауіп төніп тұрған кезде, оның ішінде біздің аналарымыз бола ма, балаларымыз бола ма, қауіп төніп тұрған кезде, бұл жерде біз ондай уақытқа жол беріп, талдап көрейік. Яғни ұзақ уақытқа созуға келмейтін дүние дейсіз ғой? Мүмкін емес. Өйткені адамның өмірімен ең маңызды, ең жоғарыда тұратын конституциямыз бағаланатын бұл адамның өмірімен, оның денсаулығын ең бірінші қою керек. Сол үшін қауіп төніп тұрған кезде бізге ойлануға уақыт жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде нақты шешім қабылдау керек. Егер заңдарды күшейтетін, әрине, жаңа профилактика деген кезде біз жаңағы аудандарда психологиялық сүйемелеу орталықтарын ашу керек деп жатырмыз. Әйелдеріміздің сауаттылығын көтеруіміз керек. Көбірек оларға мәлімет беруіміз керек. Қай жерге бара алады? Көбінесе бізде дағдарыс орталықтарымен шектеледі. Кімге айтпаса да кризисный центр. Және оның да саны аз, оған бару да оңай емес қой көп әйелдерге. Олар көбінесе облыстық орталықта орналасқан. 800-700 шақырымдағы өзі көкала қойдай болып, енді сондай жағдайда болған әйел ол жете алмайды да, ұялады да, қаржысы да жоқ, отбасындағы малын, шаруасын, жаңағы балаларының оқуы бар, жұмысы бар, ол тастап кете алмайды да. Сол себепті мен ойлаймын, осы 2 жылдан бері үкіметтің қолдауымен осындай отбасын қолдайтын орталықтардың ашылуы өте дұрыс. Бұны біз 17-ші жылы жаңағы
тұрмыстық зорлық зомбылықсыз Қазақстан проектінде көздеп, оңтүстік өңірінде барлық аудандарды ашқанбыз. Солар қазір барлық облыстарда құрылып, қалғандар енді осы 2 жылда құрылады. Оның маңызы өте зор. Әрине, сөзіңіз аузыңызда, кешірім өтінемін бөлгенім үшін. Дәл осы Павлодардағы сондай бір орталыққа түскен әйел адамның тағдыры туралы бір бейне материал дайындаған едік. Соған назар аударайықшы, жалпы о жақта да мәселе көп сияқты. Экранға берсеңіздер. 4 баланың анасы Вераның күйеуі соңғы жылдары ұрып-соғып қол көтеруді көбейткен. Жолдасы интернет арқылы құмар ойынға түсіп кетіпті. Ұтылып қалған кезде тазы өшуін тырнап алады демекші, әйеліне жұдырғала жүгіреді екен. Алғашында шыдап жүрген Вера соңғы жолы учаскелік полицейге шағымданып, енді дағдарыс орталығынан бірақ шықты. Последние, получается, 5 лет, да, постоянно. Соңғы 5 жылда қол көтеруін жиілетті. Бәрі орнына келеді, өзгереді ғой деп ойлап шыдап келгенмін. Балаларымның көзінше ұрып, олардың психикасына кері әсер ете бастаған соң, мүлдем кетіп қалуды жөн көрдім. Енді оған оралмаймын. Вера секілді күйеуінен зәбір көретіндер кейінгі жылдары керекуде көбейіп барады. Тіпті былтырдан бергі жағдай 2 есеге артқан. Павлодар қаласындағы әйелдерге арналған дағдарыс орталығы 53 орынға арналған. Тұрмыстың тауқыметін тартқан нәзік жандыларға бұл жерде 1 жылға дейін тегін тұруға мүмкіндік бар. Былтырғыға қарағанда орталыққа жүгінушілердің саны 2 есеге артқан. Көбісі көп балалы аналар. С января месяца к нам... Жыл басынан бері бізге 93 әйел келіп түсті. Көбісі 4-5 баласы бар аналар. Тіпті 7-ші баласына аяғы ауыр келіншек те бар. Былтырғы жылмен салыстырғанда күйеуінен зәбір көрушілердің саны 2 есеге артты. Тұрмыстық зорлық зомбылық тек қана Павлодарда емес, еліміздің басқа да аймақтарында артып барады. Мәселен, биыл жыл басынан бері бір ғана Тараз қаласының өзінде 33 дерек тіркелді. Бұл оның алдындағы жылмен салыстырғанда көп. Жалпы Жамбыл өңірінде 204 зорлық зомбылық фактісі орын алған. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен бизнес, Павлодар облысы. Салтанат ханым, енді көріп отырсыз ғой, көп дейді, 2 есеге шейін көбейіп жатыр. Бұнда дағдарыс орталықтарының ашылу белгілі бір дәрежеде енді көмек болғанмен, шын мәнінде бұл біздегі әйелдердің құқықтық сауатының артқанының белгісі ме, жоқ әлде әлеуметтік жағдайдың нашарлағанынан осындай жағдайлар көбейіп жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Енді бұл жерде бұл мәселе өте факторлар көп. Себептер көп. Оны тек қана әлеуметтік саланың жаңағы нашарлағаны деп айта алмаймыз. Өйткені кейде бақуатты, өте жан-жақты табысы да бар, жағдайы да жақсы, үйі де, пәтері де бар. Сол жердерде жанжал болып жатады. Кейде қалаларда болса көбейсе, кейде ауыл жерде де көбейеді. Мысалы, салт дәстүрді ұстап отырған қазақ отбасыларында да өкінішке орай ондай фактілер орын алып жатыр. Біреуінде енесін кінәлайды, біреуінде күйеуі ішкілікке салынады, кейде әйелдің өзі де ішкілікке салынып кететін жағдайлар жоқ емес бар. Ал енді бұл жерде бірқатар мәселе, бұл қаржыландыру. Одан кейін сол қаржы беретін қаржыларды тек қана гранттармен беру емес, бұны ашық жариялау керек. Мысалы, бір ауданға қанша қаржы бөлінді, ол неге кетеді? Оған оның әр қадамы кәдімгі ауылда ата-аналар кеңесі бар, әкелер кеңесі бар, қариялардың бір нелері бар. Осындай ұжымдардың бәрін сол орталықтың жанына жұмылдырып, осындай берілетін қаржыларды біріншіден қанша қаржы керек екенін сол жердегі сол центрдің өзі, егер бір ауданның өзінде бірнеше ауылды мекен болса, сол ауылды мекеннің жағдайын, халықтың санын, ол жердегі болып жатқан қылмыстың санын, жалпы әлеуметтік жағдайын, аз қамтылған отбасылардың жағдайын, осының бәрін есепке ала отырып, кімдерге жәрдем беру керек, кімге психологиялық, кімге медициналық, кімге тағы да басқа жағдай, неге мұқтаж халық, соның бәрін естіп барып, соның орта есебін шығарып, сөйтіп, мысалы, сол жердегі отырған экономика жаңағы бас қармалары осындай әр ауданға өзінің керекті, нақты қаржысын бөліп, сол қаржы нақты адресный деп жатады ғой, мақсатталған бір отбасына
нақты жәрдем беретіндей болып, оған бәрі кәдімгі, бұл қазір енді электронный деп отырмыз, бәрі цифровизация болған, сол жерде халық көріп отыру керек. Жиналып керек болатын болса, халықтың алдында баяндау керек. Осында осынша қаржы бөлінді, ол мынандай мақсатпен жұмсалды. Сонда осы бір ауылдың шеңберінде осы мәселелер шешілу керек. Ауылдың әкімдерінде рейтинг болу керек. Егер сен, мысалы, сол лауазымға тағайындалған азамат әкім болып, бір показателі ол гендерлік саясатпен отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың орны өспеу. Сонда жағдай жасау керек. Егер оны облысқа апаратын болса, егер оның қандай да бір дәрігерге мұқтаж болса, көмегіне, осы мәселелердің бәрін егер әкім қолға алып, учаскелік полиция бар ма, жаңа дәрігер бар ма, мектеп директоры бар ма, осылардың бәрі жұмылып, бірге жұмыс істейтін болса, бізде қазір қалай қалыптасқан? Тек қана полиция органдары жауапты болады. Полиция органдары енді көбінше оқиға орын алғаннан кейін келеді. Ал қазір әлеуметтік мәселелерге, мысалы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, әлеуметтік мәселе ма неде? Әрине, рухани жағы да бар. Онда есептен шығаруға болмайды. Тәрбие мәселесі, жаңағы ол жерде де аналар кеңесі, әкелер кеңесі, кәдімгі өз отбасындағы тәрбие, одан кейін біздің теледидардан беріліп жатқан нелер, мектептердегі оның бәрін жұмылдырып, сол жерде ол үшін менің ойымша әр облыста, әр регионда бір отбасылық басқарма ашылуы тиіс. Оны біз сол 17-ші жылы оңтүстік өңірде ашпақ үлгергенбіз. Ол өзінің тиімділігін көрсетті. Өкінішке орай, облыс екі жаққа бөлінгеннен кейін сол басқарманы кейінірек қолдамады. Енді ашыладау деп өзіміз күтудеміз. Енді біз шын мәнінде осындай орталықтардың көбейгенін және тиімді жұмыс жасағанын қалаймыз ғой. Енді осы орайда бізде скайп арқылы байланыста Ақмарал Абзалқызы тұр, әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы. Ақмарал ханым, парламенттегі тыңдауларға назар аударған болсаңыз, жалпы сіздің саланы басқарып отырған министрдің орынбасарының айтуынша көптеген мәселе бар. Мысалы, сіздерге шақырту түскеннен кейін сіздер арыз жазуды қажет етпей, жаңа заңдағы талап бойынша бірден іске кірісесіздер. Енді осы орайда бір мәселелер бар сияқты. Мысалы, ол жерде көршілер, куәгерлер, я болмаса бейне бақылау болса, ол жеткілікті дейсіздер. Бірақ дәл осы қарастырылып отырған дүние бұл тек қана қалалы аймақтар тұратын азаматтарға ғана қатысты сияқты. Мысалы, ауылды жерлерде көрші қолаң, жаңа бейне камера деген сияқты, олардың барлығы куәгерлер дегендей жағдайлар көбінесе бола қоймайды. Жәбір көретіндердің дені мүмкін қалада емес ауылда шығар. Осы мәселені шешуге қатысты сіздер жетілдіру, жақсарту істі, әйелдерге жағдай жасауға байланысты қандай да бір мәселелерді қарастырып жатсыздар ма? Не өзгереді енді? Сіздер қандай да бір ұсыныс айтасыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Жаңа өзгертулерге байланысты тоқтала кетсем, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, біз 1 шілдеден бастап тұрмыстық зорлық-зомбылық жасалу фактілерін бұрынғы арыздану сипатынан қазір біз анықтау сипатына көшірдік. Яғни жәбірленушінің ешқандай арызысыз бірден әкімшілік іс қозғалады. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, оған бізге негіз болатын бейне камералардың жазбалары, немесе көршілердің, куәгерлердің, тағы да басқа бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпараттар барлығы бізге кез келген тұрмыстық зорлық-зомбылық орын алды деген кез келген ақпарат негіз бола алады жаңағы әкімшілік істі қозғауға. Жаңа сіздің айтып кеткен нақты сұрағыңызға тоқтала кететін болсам, ауылдық жерлерде бізде осы еліміздің кез келген елді мекенінде учаскелік полиция инспекторы қызмет етеді. Учаскелік полиция инспекторының ең басты міндеттерінің бірі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу болып табылады. Сондықтан учаскелік полиция инспекторы өзінің жаңағы жергілікті өзіне бекітілген аумақта, жаңағы сіз айтып кеткен өзінің тұратын ауылында жаңағы қызмет ететін тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша кешенді жұмыстарды атқарады. Өйткені ол өзінің ең басты міндеттерінің бірі болып табылады. Отбасылармен сөйлесу, мысалға көршілердің, жаңағы мысалға ауылдың іші өте шағын ауыл, адам аз болғаннан кейін учаскелік полиция инспекторы
барлық ақпаратты біліп отырады. Жаңағы ауылда кімдердің тұратынын, кімдердің үйінде келеңсіз жағдайлар орын алатынын, мысалға мектеп арқылы да олар ақпаратты алады. Мектептердегі әлеуметтік педагогтардан, сынып жетекшілерінен, мектептің тәрбие жөніндегі орынбасарларынан, олардан да, немесе медициналық ауылдық фельдшердан, ауылдық дәрігерлерден ақпарат алып, жаңағындай кикілжіңдер орын алатын отбасылар оның өзінің жеке назарында болады. Олармен ол өзі жеке алдын алу шаралары бойынша профилактикалық әңгімелер жүргізіп, оның барлығын уақытында анықтап отыра алады. Егер де сондай жағдай орын алды деп кез келген біреуден ақпарат түсетін болса, ол жаңағы отбасына барып, сол ақпарат бойынша, жасалу фактісі бойынша, егер де расталса, мысалға оған дәлелдемелер көршілері шақырды делік, кез келген қалада болсын, ауылда болсын, жаңағы отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылық орын алған үйдің көршісі егер де полицияға хабарлап, немесе кез келген бір құзырлы органға жүгініп, жаңағы факті туралы айтатын болса, полиция инспекторы жаңағы үйге келгеннен кейін үйдің ішін қарап тексеру арқылы сол үйде жаңағы отбасылық тұрмыстық жанжалдың болғанын анықтай алады полиция инспекторы. Ол қалай анықтауына байланысты, немесе сол бойынша ары қаратай қалай процессуалдық істі жүргізуіне байланысты біз арнайы алгоритм дайындадық осы жаңа өзгертулерге байланысты. Ол еліміздің түкпір-түкпіріндегі учаскелік полиция инспекторларының бәріне таныстырылып, олардың жеке-жеке қолдарына берілді. Сол алгоритм бойынша жұмыс істеп, жаңағы ешқандай да арызсыз анықтау сипатымен бірден әкімшілік істі қозғап, ол әкімшілік істі сотқа жібере алады. Жақсы, енді сіздер соңғы өзгерістердің нәтижесін, тиімділігін көрдіңіздер ме? Сіздерге сол полиция, учаскелік полицияда өкілдері қандай да бір хабар бере ме? Бір өзгеріс бар ма? Осының нәтижесі бар ма? Әрине береді. Біз қазір осы 1 шілдеден бастап, жаңа өзгертулер заңды күшіне енгеннен бастап, сараптама жасап отырамыз. Әрине, біз басындағы 2 айда, шілде-тамыз айында біз күнделікті өңірлерден ақпараттар алып отырдық. Ол дегеніміз күнделікті әрбір өңірге, әрбір облысқа күнделікті тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша қанша хабарлама түсті, олардың қаншасына әкімшілік іс қозғалды, қаншасы расталмады, қаншасына әкімшілік ұстау дейді, содержание қолданылды. Олардың қаншасы әкімшілік сотқа жіберілді, соттың шешімі қандай деген сияқты біз есеп алып отырдық күнделікті 2 ай бойы. Шілде-тамыз айының қорытындысы бойынша біз қазіргі өзгертулердің нәтижесі өте тиімділігін берді деп айта аламын. Себебі осы өзгертулерге дейін бұрын біз отбасы тұрмыстық қатынастар саласындағы келіп түскен хабарламалардың 60%-дан астамы тіпті арыз беруге бас тартуға байланысты жазасыз қалып жатса, сондай фактілер, құқық бұзушылар ешқандай да жаза қолданылмай, мысалға жай ғана нарядқа жабылып жатқан болатындығын осы уақытқа дейін 40%-на ғана жаза қолданылып келді. Қазіргі уақытта 92%-на жаза қолданылды. 2 айдың қорытындысы бойынша, шілде-тамыз айының қорытындысы бойынша сандық мәліметпен келтіре кетейін, 17.000-нан астам хабарламалар түсті еліміз бойынша, олардың 16.000-нан астамына әкімшілік іс қозғалды. Олардың ішінде 8% ғана расталмады, отбасы тұрмыстық қатынастар саласында құқық бұзушылық емес болып, олар көбінесе азаматтық тұрғыдағы істер болып саналады. Көп рахмет. Енді бізге телефон арқылы байланысып тұрған азамат бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Сұрағыңыз болса, өзіңізді таныстырып қоюыңызға болады. Сәлеметсіз бе? Мен Алматыдамын, атым Салтанат. Мен былай сұрайын деп едім. Балаларды отбасынан тартып алады дейтін сыбыс болып жатыр, иә? Алло. Нақты сұрағыңызды айтыңызшы. Иә, қазір. Балаларды отбасынан тартып алады деген бір сыбыс болып жатыр, мысалы. Үйінде қалай елін жоқ болса, үйдің немесе квадраты келмесе, мысалы, 5-4 па, 5-3 па қазір. Мен соны білейін дедім, ол қандай немемен квартира тұрмады, мысалы. Жақсы. Сұрағыңыз кішкене түсініксіздеу болды, бірақ айтқысы келіп отырғаны, егер
отбасы ажырасса ғой, бұл жерде баланы тартып алу дейді. Енді бұл жерде ата-ана құқығын беру ғой мәселесіне қатысты. Көп жағдайда енді жаңағыдай түрлі даулар болған кезде бала анада қалама, жоқ әкесінде қалама деген сұрақ туындағанда ананың әлеуметтік жағдайына көп назар аударылады. Осы жерде жаңағы оның пәтері бар ма, жоқ па, ондағы шаршы метр балаларды тәрбиелеуге қаншалықты жеткілікті емес деген мәселе болып тұр ғой. Осыған қатысты нақты жауап берсеңіз. Бұл неке және отбасы кодексіне сәйкес, 68-ші бабына сәйкес, ана мен атаның, ана мен әкенің жаңағы құқықтары мен олардың міндеттері бірдей. Қандай құқыққа ие болса, тап сондай олардың міндеттері де бірдей. Ал сол кодекстің 72-ші бабына сай, егерде қандай да бір екі ата-ана өзара келісе алмаса, балдар кіммен кейінгі жағдайда тұратынын, онда сот шешеді. Сот қандай жағдайларда баласын біріншіден бала 10 жасқа толған баланың пікірін міндетті түрде есепке алады. Екіншіден қорғаншылық, қорғаушылық органдарының тұжырымдамасын соны есепке олар барып үй жағдайын тексереді. Кіммен тұратын болса, екеуінің де үй жағдайын тексереді. Жұмыс істейді ме, істемей ме, ертең баланың өміріне қатысты, денсаулығына қатысты, ертең оның психологиясына қатысты жағдай жасалған ба. Баланы бөлу дегенде кіммен тұрады деген тұратын орнын белгілеген кезде сот ең бірінші бала үшін ең тиімді, бала үшін ең жақсы өмір қай жерде болса, соған басымдау болады. Сол жақтың пікірі де жаңағы сол жаққа қарай шешім шығарылады. Бірақ егерде сол көбінесе жаңа айтып жатады, анасымен қалдырады, баланы әкеден тартып алады деп. Мен ойлаймын, егерде заңда нақты тіркелген, егер ана жаңағы ішкілікке салынған, наркоман болса, не болмаса сотталған болса, не болмаса кәдімгі қоғамға қарсы бір не тудыратындай өзінің мінез құлыққа ие болатын болса, балдарына қатыгездік көрсететін болса, оны ешқашан сот анасымен де қалдырмайды. Егер әкесі мен анасы да сондай жағдайда болса, екеуі де аморальный образ жизни дейміз ғой, қоғамдық неге қарсы өмір, салтқа қарсы өмір сүретін болса, онда әкесімен де анасынан да жаңағыдай арнайы медициналық экспертиза жүргізеді. Одан кейін жаңағы қорғаншылық, қорғаушылық органдарының несі болады, пікірі есепке алынады. Сонымен қатар ағайын туыстарының пікірі, жаңа қасында тұратын көршілерінің, ол бір күнде баланы алып қою деген мүмкін емес, ол сот шешеді. Сот бір талай зерттеулерден кейін барлық пікірлерді есепке алып отырып, тек баланың өмірі, жағдайы, денсаулығы қай жерде дұрыс болса, сол пікірмен ғана соны таразға салып барып шешеді. Ондай заңда да, практикада да ондай баланы алып қою деген жоқ. Жақсы, көрерменіміз нақты сұраққа жауап алды деп ойлаймын. Рахмет сізге, Салтанат ханым. Енді бізде скайп арқылы байланыста Жансая дағдарыс орталығының заңгері тұр. Гүлшара Маратқызы, сәлеметсіз бе? Енді сіздер нақты мәселені көріп отырған, нақты сол жәбір көрген азаматтармен тікелей сөйлесетін, сұхбаттасатын ол сіздер. Сіздер осы заң жобасында талқыланып жатқан мәселелерге қандай үн қосар едіңіздер? Қандай дүниелер қалыс қалды? Нені ескеру керек деп ойлайсыз? Біріншіден қазіргі жағдай мен сізге статистикалық көрсеткіштерді айтқым келіп отыр. Біздің 9 айда біздің орталыққа қанша адам қызмет алған. Сонда бұл мәселенің қаншалықты ауыр екен, қаншалықты қылмыстық кодекске отбасылық зорлық-зомбылықты өзіндік қылмыстық құраммен бөлек бап етіп қарастыру керектігін көрсетеді деп ойлаймын. 9 айдың ішінде біздің орталыққа 319 адам көмекке жүгінді. Және де 150 ұлттық сенім телефоны бар. Оған 5512 адам тұрмыстық зорлық-зомбылық жөнінде хабарласты. Осындай міне көрсеткіштер, бұл деген заңды қалайда талқыласақ та қылмыстың өршіп жатқанын көрсетіп жатыр. Өкінішке қарай. Әрине, өкінішке қарай. Егер де отбасыдағы зорлық-зомбылық деп
қылмыстық кодекске бөлек бап етіп қарастыратын болсақ, біздің қоғам белсенділерінің айтып отырғандай, агрессорге альтернатива беріледі қылмыстық жазалау кезінде. Яғни кез келген қылмыс өзінің лайықты жазасы болу керек. Мысалға, кодекске енгізетін болсақ, ол жерде істелген қылмысқа, мысалға ауырлығына қарай қоғамдық жұмыстарға адамды салу және сонымен қатар агрессорге түзету бағдарламасын аяқтауды міндеттеу. Егер оған келіспесе, 2 жылдан бастап ауырлығына қарай 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Яғни агрессорде қоғамның бір бөлшегі болғаннан кейін, отбасы мүшесі болғаннан кейін, әйел мен еркектің арасында бала шаға болғаннан кейін, отбасын құртпау мақсатында, екінші рет осындай зорлық орын алмау мақсатында осындай альтернативті жазалау шараларын қоссақ деген ой бар. Рахмет сізге, Гүлшара Маратқызы. Сізбен үндес пікірі, яғни жаңағыдай қоғамдық жұмыстарға жегу және сол қоғам мүшесін адам қатарына қосу, гуманизация принципін ұстанып тұр ғой. Бұл жерде енді жалпы бұл агрессорлар кімдер? Бізде нақты портреті жасалған екен, көрерменге түсінікті болу үшін бере кетейік. Жалпы портретке қатысты графиканы берсеңіздер, ол көп жағдайда бізде ер адамдар, зәбір шегіп жатқандар, әрине әйелдерде, бұл жерде біз әйелдерді қорғап тұрған жоқпыз, бірақ көп жағдайда бізде жапа шегетін ол әйел азаматтар. 52% 30 жастан 50 жасқа шейінгі ер азаматтар екен, 74%-ның тұрақты жұмыс орны жоқ. Бұл енді біздің елімізде әлеуметтік жағдайдың нашарлағанның бір айғағы болса керек. 90%-ында кәсіптік және жоғары білім жоқ. Яғни бұл жерде сауатсыздық та белгілі бір дәрежеде негізгі фактор болып тұр. Ал зардап шеккендер негізінен әйел азаматтар. Енді біз дәл осы мәселеге қатысты қоғамның да пікірін білген едік. Тараздан, Ақтау қаласынан жалпы біраз азаматтар өз пікірін білдірді. Экранға назар аударайық. Негізі заңды қатаңдату керек ол жерде дейтін. Ер адам дейтін, ер мінезі болу керек ол кісінің дейтін. Жұмысын жасап, бала шағасын асырау керек ол жерде. Тек зорлық зомбылық көрсетіп, тек ұра бермеу керек бала шағасын, әйелін. Қатты да болмау керек, жұмсақ та болмау керек жалпы негізі. Бір ұрған дұрыс емес, мен үшін қате жалпы. Бала шағасын, әйелін ұратын адамды атып тастау керек. Оны түрмеге қамап, біздің неден ақша төлейді ғой түрмедегі адамды асырау үшін. Налог төлеп отырмыз, содан жейді ол ұялмай қызармай. Одан да атып тастап көміп тастау керек болды. Бар жерде законды ұстану керек. Ондай закон шықса, оны обязательно исполнять ету керек. Нечего жалеть, ол баласын ұратын, әйелін соғатын, или әйелдердің өздері де виноват, олар да беттен алатын әйелдер болады. Солардың бәрін тыю керек қой. Қоғамда жұмысқа тартсын, айыппұл салсын, тағы да қандай жаза түрлері бар? Барлық жазаға лайықты деп ойлаймын. Қатаңдату шараларын біз оны тоқтата алмайтын шығармыз. Тек қана ол бізде идеологиялық жұмыс күшейту керек ең бастысы. Өйткені біз жаңағы ата-аналармен, жаңағы әкелермен бір бөлек, аналармен бөлек шаралар өткізу керек біз идеология шараларды. Болады деп ойлаймын. Заң қатайса, адамдар қорқатын шығар. Үйдегі неменесіне, отбасына тиісуге, зорлық зомбылық көрсеткенге. Өзгеріс болмайды. Ол халықтың жағдайын ойлау керек. Халыққа жақсылық жасау керек. Жұмыстың орнын тауып керек. Ақшаларын дұрыс төлеу керек. Көрерменнің де пікірі әртүрлі. Осы орайда жаңа мен назарыма аудартқан дүние ол оларға үшін біз салық төлейміз, егер түрмеге отырса, бұндай артық шығынның қажеті не дейді, яғни өлім жазасына кесу мәселесін айтып жатыр. Бұл енді тым ауыр емес пе, қалай ойлайсыз? Әрине, ол әр қылмыстың өзінің соған жарасты өзінің несі болады. Лайықты, соған лайықты өзінің жазасы болады. Ал сатылап келген кезде жаңағы өлімге дейін жетеді кейде. Бұл жерде мен де келісемін, жаңағы идеологиялық жұмыстың ақпараттандыру, сауаттылығын көтеру, жаңағыдай отбасылық, жалпы отбасылық саясатты бұдан да әрі күшейту, жергілікті атқарушы органдардың бұл жұмыстары, осы мәселеге біз көбірек көңіл бөлуіміз керек. Енді оның ішінде нақты механизмдері болады. Жаңа арасында айтып өткен міндетті түрде, егер жауапты
құзырлы бір орган сол жерде әкімдіктің ішінде құзырлы орган пайда болса, ол өзінің индикаторлары болады. Индикатор болғаннан кейін, мысалы, бізде өңірлердің даму жоспары болады, 5 жылдық. Сол 5 жылдық жоспарын егер зерделей келе, мен өзім 5 өңірдің осындай отбасылық тұрмыстық жағдайын қалай отбасылық саясат, қалай іске асады деп соны зерделеген кезде, ол жерде бір индикатор жоқ, отбасына тікелей қатысты. Индикаторлар болмағаннан кейін ол көрсеткіштер нені көрсетеді? Жалпы отбасылық саясатқа қалай көңіл бөлініп отыр деген мәселені көрсетеді. Егер ол жоқ болса, онда сол облыстың бюджетінде де қаржы өйтіп қарастырылмайды. Әрине, жаңағы аз қамтылған отбасыларына, медицина, ол өз саласында, бірақ отбасына тиістілі осы мәселелер, сонда бюджеттің өзі де гранттар жан-жақты әр басқармаға шашырамай, бір жерде егер жұмылып осы бір жерден қаралса, оның тиімділігі де, нақтылығы да, мақсаттылығы да жоғары болады. Егер осылардың бәрін, енді бізде көбінесе заңнамалық жұмыс дейміз, жаңа қатаңдату заңнамаға жатады, практикалық жұмыс, жаңа мен айтып отырған дүниелер, кейін институттарды құру. Ол жаңағыдай орталықтарды құру. Егер соның бәрін бірдей алып жүретін болсақ, онда мәселе шешіледі. Осылай талқылай бермес едік неше жылдан бері. Осыны қолға алып, әкімдіктер, жалпы бұл әкімдіктердің қолында. Барлық осы дүниені тек қана әкімдіктің емес, министрліктер әрине әр азаматтың қолында дейікші, әр азаматтың да қолында, бірақ енді мынау бізде 3 тарап бар ғой. Біріншіден мемлекет өзінің құзыретімен, жаңа арнайы инструменттерімен, ол заң қолында, одан кейін жаңағыдай бір қаржыларды бөлу, ал екіншіден бұл ұжым. Жалпы ол бір жаңағы үкіметтік емес ұйымдарда. Үкіметтік емес ұйым болады ма, қоғамдық арнайы фонд болады ма. Ал үшіншіден бұл жеке тұлғамен бір отбасы. Жақсы, әрқайсының міндеті болса, әрқайсының жауапкершілігі де болу керек. Егер соны тепе-тең алып жүріп, қалай міндет өзінің құқын талап етсе, тап солай өзінің жауапкершілігінде әр адам өзі түсініп, мен ұрмауым керек, мен жауаптымын, мына балдарды асырауға жауаптымын, анам мен әкемді сыйлауға жауапты, ол менің парызым деп, рухани жағынан да, заң жағынан да соны тура сезінетін болса, мен ойлаймын, онда көп дүние алға басар еді бізде. Көп рахмет сізге, Салтанат Бархатқызы. Өкінішке қарай бізге осы тақырып талқылауға берген уақыт тамам. Сондықтан құрметті сарапшылар, студиямызға келгендеріңізге және скайп арқылы байланысқа шығып, осы тақырыптың талқылануына үлес қосқандарыңызға көптен көп рахмет. Шынымен де сіз айтқандай, талқылай бермей, нақты іске көшсек, айқын мақсат қойсақ, нақты әрекет болса екен дейміз. Жаңа сіз айтқан индикаторлар енгізілсе және әділетті Қазақстанды құрғысы келетін біздің билік осы ұсыныстарға назар аударса, мәселе шешіледі деп ойлаймын. Құрметті көрермен, назар аударғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Эфирде аман есен жүздесейік. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын.